Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін жұмсақ бәліш пісіреміз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа және жұмыртқаның ағы керек. Сарысын алып қаламыз, кейін бетіне жағуға керек болады. Қантымызды қосамыз. Маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Қантымызды қостық. Жақсылап араластырамыз. Енді тұзымызды саламыз, шым-шым. Сүтімізді құямыз. Сүт жылы болу керек. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Араластырып, дрожжымызды саламыз. Ашытқымызды салып, араластырып, енді үстіне ұнымызды бөліп салам, үшке бөліп салам. Араластырамыз. Тағы да саламыз ұнымызды. Жақсылап араластырамыз. Енді қалған ұнымызды салып, қолымызбен илейміз. Жақсылап илеп, июін қандырамыз. Міндетті түрде июі қану керек. Егер жұмсақ болып кетсе, ұн қосасыз. Егер жетпей қалса, бірікпей қалса, сүтіңізді қосып жібересіз, жылы сүтіңізден. Жақсылап июін қандырасыз, жақсылап. Бетін жауып қойып қоямыз. 15 минуттай қайттан илейміз. Мен духовкамды қосып қойдым, жылы духовкаға салам. Бір рет көтеріп басып алам да, қайтадан көтерілгенін күтем. Мінекейіңіз, менің қамырым дайын. Енді бәлішімізді бастаймыз. Қарапайым, ешқандай қиындығы жоқ. Міне, осындай түрі. Келесі түрін көрсетейін. Екі ұзыншақты біріктіріп, айналдырып, тағы бір түрін жасадық. Міне, бәлішіміз дайын. Енді бәрін противенімізге салып, 30 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысына 2 қасық сүт қосып, бетіне жағамыз. Ысып тұрған духовкаларыңызды алдын ала қосып қойыңыздар. Мен 180 градуста пісірдім 20 минут. Маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Өте дәмді болады. Пісіріп көріңіздер. Міне дайын. Енді духовкамызға саламыз. 15-20 минут. Мінекейіңіздер, мен дұрыс түсірмеппін соңғы видеоларда. Сондықтан айып етпеңіздер. Пісіріп көріңіздер міндетті түрде. Өте дәмді болды. Жұп-жұмсақ, үлпілдек. Мінекейіңіздер. Келесі кездескенше достар.